ғасыр әжем аңсаған сағынышым сары ормандай самсаған. Неге жасаған? Бұл отыра ғой, мен айтайын саған. Бұл қойдың жүнінен жасалған. Қойды әуелі қырқамыз, сосын жақсылап жуып кептіреміз, сосын түтеміз, аяға салып, сосын барып, міне жіп иіреміз ұршықпен, жүнді иіріп, сосын мамаң тоқып атқандай носки тоқимыз балам. Түрлі заттар істеуге болады жүннен. Бояп, неше түрлі қылып, анау жаңағы жүнді бояп істеген дүниеміз. Міне мынандай дүние. Жүнді бояп, әртүрлі жүннен істелген күрчөкпен тоқылған бұл. Қазына ботам, енді қой жүнінен жақсы да әдемі бұйымдар жасауға болады. Текемет басып көрсетейін мен саған, анаңыз екеуміз. Әуелі жүнді сабап аламыз. Енді мынау жүнді үлпілдетіп сабап атырмыз. Қазір киіз басуға дайындап жатырмыз. Қазір мінекей киіз басамыз. Келе ғой жан, қасыма. Келінім, кел. Екеуміз бүйтіп тегістеп саламыз шидің үстіне жүнді. Қабылдаппын күйуді, қарап тұр. Сенің жаның жүрегіме оралды. Менің жаным жаулығыңа күйеулі. Сенің жаның жүрегіме оралды. Менің жаным жаулығыңа күйеулі. Енді міне өрнек саламыз үстіне. Көрдің бе балам? Қият қарап отыр. Мен өзіңнен қабылдаппын күйуді. Сенің жаның жүрегіме оралды. Менің жаным жаулығыңа күйеулі. Сенің жаның Енді текемет болып шығады. Мынаны жақсылап оюды салып аламыз. Сосын үстіне қайнаған ыстық су құямыз. менің жаным жаулығыңа. Мынау шет ою деп атаймыз. Мына шетіне салып атқан қошқар мүйіз құсап саламыз. Бұны шет ою деп атайды. Енді бұрынғы ежелгі ата-бабамыздан келе жатқан үрдіс. Көк жүннен бере салшы. Сағынышым сары ормандай самсаған. Әке болып Үстіне қайнаған су құямыз. Не, осылай қайнаған су құямыз. Мына ою жақсы жүнге жақсы орналасу үшін. Асыр салған аңғардай, қозыңдаймын ойнақтаған албардай, өзің бардай
Üzüm gel. Gel balam şöyle aşağı gel. Ne şeydi? Aşağımız. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюдей Мен өзіңнен қабылдаппын күюдей Сенің жаның жүрегіме ораулы Менің жаным жаулығына Ya енді қойдың жүнінен осындай қазақ үлгісінен текемет басуға болады жаным. жаулығына